Бүгін Жамбыл облысы әкімі Ербол Қарашөкеев Меркі ауданына жұмыс сапарымен барды. Аймақ басшысы ауданның әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерін тыңдап, тұрғындармен кездесті. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Мерейлі Меркі жері әлеуеті жоғары аудандардың бірі. Соңғы жылдары мұнда әлеуметтік-экономикалық жағдайы айтарлықтай артып келеді. Мәселен, биыл инвестиция тарту көрсеткіші 118,3%-ды құраған. Ағымдағы жылы ауданда жалпы 27 жоба іске асырылып жатыр. Оның 12-сі жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. Ағымдағы жылдың қаңтар-тамыз айларында ауданымыздың ауыл шаруашылығы саласы бойынша 19 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, нақты көлем индексі 107%-ды құрады. Оның ішінде өсімдік шаруашылығындағы 11 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, өсім 112%-да, ал мал шаруашылығы 8 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, көрсеткіш 101%-ды құрады. Ағымдағы жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік көлемі 93 мың гектарға жетіп, өткен жылмен салыстырғанда 8700 гектарға артты. Ауыл шаруашылығы саласында тұрақты өсім бар. Жиында облыс әкімі Ербол Шырақбайұлы күні кеше Байзақ ауданында құрылысы басталған қант қызылшасы зауыты мен трактор құрастыру өндірісіне ерекше тоқталды. Әкімнің айтуынша, бұл жобалар өңірдің агроөнеркәсіп кешенін жаңа деңгейге көтермек. Президент айқындаған 7 басымдықтың әрқайсысы еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен ұзақ мерзімді тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған. Сол 7 бағыттың бірінші бағыты елімізге қомақты инвестиция тарту. Бұл бағытта басты жұмыстың бәрі алда. Инвестиция тартып жатыр, аудандарымызға облыс көлемінде ол жұмысты жандандыру керекпіз. Жиында әлеуметтік мәселелерде назардан тыс қалмады. Әсіресе жасөспірімдер арасындағы қылмыс пен суицид оқиғалары аймақта күрделеніп бара жатқаны сөз болды. Мәселен, жаңа оқу жылының басында Сұрат ауылында оқушылар арасында жаппай төбелес болып, бір жасөспірім пышақ жарақатын алған. Бұл іс бойынша қылмыстық іс қозғалған. Аймақ басшысы мұндай жағдайлардың облыс бойынша жиіленіп кеткенін атап өтті. Қыркүйектің басынан бастап 3 жасөспірім қайтыс болды. Бірнеше жасөспірімдерге мынау жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстар тіркелді. Мәселе күрделеніп келе жатыр. Сол себептен мен қазір дайындық жұмыстарын бәрден жасап жатырмын. Облыстық әкімшілікте жасөспірімдердің құқығын қорғайтын арнайы басқарма ашайын деп жатыр. Кездесу барысында тұрғындар облыс әкіміне көкейкесті сұрақтарын қойды. Тұрғындар негізінен жол, ауыз суы, саябақтардың ескіруі, археологиялық нысандардың бүгінгі жай-күйі, спорт пен мәдениет ғимараттарының жоқтығы сынды мәселелерді көтерді. 2009 жылы ашылған археологиялық жәдігер. Соның жері бұрынғы әкімнің кезінде заңсыз кәсіпкерге беріліп кеткен. Демалыс аймағы салынып кеткен. Ал енді ол жерді біз сізге бірнеше рет хат жаздық, ешқандай дұрыс шешім табылмады. Сондықтан біз прокуратураға қайырылдық. Құрметті Меркі ауданы тұрғындары, біз заң аясында жұмыс істейміз. Құқықтарыңыз бұзылды деп, мынау дұрыс емес дейтін болатын болса, сотқа жүгіну керек. Себебі менде бар ақпараттың бойынша бәрі мынау соттан жеңіліп қалған. Қазақ археология жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Ақшешек қорымы ескерткішінің тарихи-мәдени құндылығы жоқ деген не бар. Серік аға, түсініп отырмын. Қазір сізде де өз енді ұстанымыңызды айтып отырсыз ғой. Мына жақта Ерлан Нұрманұлы отыр, бізбен отыр, мәдениет басқармасының басшысы Ерлан Нұрманұлы. Сонымен қатар жиында біраз жылдан бері жырға айналған Андас 1, Андас 2 және Андас 3 су қоймаларының құрылыс жұмыстарының кешіктірілу мәселелері де қозғалды. Ербол Қарашөкеев жобалық сметалық құжаттамадағы өзгерістерді жеделдетіп, құрылысты тез арада бітіруді тапсырды. Бұдан соң облыс әкімі тұрғындарды жеке қабылдап, олардың мәселелерін тыңдады. Ақбота Нұрсейітқызы, Қанат Күзберген, Нұрбол Қыстаубек, 24 Ньюс.